Сәлем достар, бүгін өте жұп-жұмсақ болып шығатын, магазиндікіндей болып шығатын булочки жасайтын боламыз. Осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеомда осында маковой пирог жасайтын боламыз. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Булочкаға керек заттарымыз, ол сүт пен суымыз жылы болу керек, 150 мг-нан. Сосын жұмыртқамызды саламыз. Сосын бір сұйық майымызды саламыз 50 грамм. Сосын жарты шай қасық тұз, бір шай қасықтан разрыхлитель мен дрожжымызды салып, жақсылап вилканың көмегімен араластырамыз. Жақсылап барлығын араластырып болған соң, електен өткізілген ұнымызды қосамыз. 550 грамм ұнның барлығын бірден салып жүрмеңіздер. Бірден салып жүрсеңіздер, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сосын булочкаларыңыз қатты көтерілмейді. Ұныңызды аз-аздан салып отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған соң, бетін жауып, көтерілгенін күтеміз. Қамырымыз көтеріліп болған соң, қамырымызды 12 бөлікке бөлеміз. Видеода көрсетілгендей бөліп болған соң домалақтап, осынша ұзыншалап жасаймыз. Сосын сіздер қалаған формаларыңызды жасасаңыздар болады. Мен осында форма жасайтын боламын. Сіздер қалаған формаларыңызды жасасаңыздар болады. Тағы да көрсете кетейін қалай жасалу жолын. Осында трубочка сияқты етіп жасап аламыз да, сосын булочкамызды ораймыз. Жасалу жолы негізі оп-оңай, әдемі көрінеді осылай жасасаңыздар. Булочкамыздың барлығын жасап болған соң, бетін пленкамен жауып 15-20 минут күтеміз булочкамыз көтерілгенін. Сосын жұмыртқаның сарысымен бетін жағып шығамыз да, үстіне мак себемін. Әдемілік үшін қызып тұрған пеште 180 градуста пісіретін боламыз қызарғанша. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Біздің булочкаларымыз дайын болып шықты. Көргендеріңізде әдемі болып көтерілді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.